Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен көп қыздардың сұрауы бойынша өзбек халқының хит пирожки, Ташкенттің пирожки, гуманы пісіретін боламыз. Ең алдымен біз апара жасаймыз. Апараға су, қант, дрожж және ұн салып, бетін жауып 15-20 минут жылы жерге қоямыз. Онан кейін ұнға, жұмыртқа және тұз салып, араластырып, көтерілген апарамызды құйып, қамыр илейміз. Барлығын біріккен соң үстіне 5 ас қасық сұйық май құямыз. Оны тағы да илеп, жылы жерге қойып қоямыз. Мен духовканы кішкене жылытып, қайтып өшіріп қоямын да, соның ішіне салып қоямын. Беті міндетті түрде пакетпен жабылған болу керек. Онан кейін өкпені асамыз. Өкпені асып, көбігін алып, тұз салып қоямыз. Бауырды да асып аламыз. Оны екеуін бөлек-бөлек астым. Онан кейін кішкене көтерілген қамырымызды бір қайырамыз. Қамырымыз біздің жұмсақ болады, өте сұйық болады. Қарасаңыздар, міне созылып тұр. Оны бір қайырып, бетін жауып, тағы да жол жерге қайтып қоямыз. Духовкамыз өшіп тұрады, бір қыздырып алғаннан кейін. Онан кейін мінекей бауырды да асып алдым, көбігін алып. Онан кейін мясорубкадан өткіземіз. Мен іш май қоссаңыз болады, негізі майды вообще қоспасаңыз да болады. Мен бүйрек май қостым кішкене. Сосын чеснок. Сосын жуаны қуырып аламыз, пиязды. Өкпеміз бен бауырымызды мясорубкадан тартып алдық. Сосын 150 грамм күрішті асамыз. Асылған күрішті саламыз, тұз бұрышын салып, чесногі кетті ішіне. Сосын мен үстіне сорпа құйдым. Ол сорпа бауырдың сорпасы. Онан кейін қамырымызды қарап тұрсыз, үлкен болып, жұмсақ болып көтерілді. Қамырымызды противенге су жағып жіберіп, соның үстіне қойып шығамыз. Мен қамырым өте көп болып кетті. Одан кейін мама келіп көмектесті маған. Қамырды мінекей қарасаңыздар, мен қуырып тұрдым. Мама осылай орады, қалған артықтарын алып тастады. Қолымыз сулап аламыз, жабыспайды сол кезде. Қамырдың фарштың сыртында қамыр жұп-жұқа болып тұру керек қой. Тек қаптап тұру керек. Осылайынан орап алып, артығын алып тастап отырамыз. Қуырып аласыз, майға айналдыра отырып, көп май болған жақсы, негізі қуырып аласыз. Пирожки деген керемет.